күні ауылда бір тәті қыз деген қыз бопты. Жаңағы 25-ке келеді, ешкім алмайды, 30-ға келеді, ешкім алмайды. 35-ке келеді, жаңағы ешкім алмайды, сонымен жаңағы шалайды, күйгендеріне күйіп кетсін, тәті қыздап көндер өзім алам депті. Сонымен тәті қызды шақырады ауылға. Сонымен тәті қыз қуанып кетеді ғой. Менің де алатын жігіт бар екен-ау. Ойпырмай тауы деп жеті ғана құдай тарақатып, жаңағы екеу шал мен тәті қыз кездеседі. Сонымен үйге келген кезде тәті қыз үйге бір жас жігіт келген екен ғой деп ыстық шайдан демдеп жаңағы күтіп жатады ғой. Маған келген жігіт қайда десе, бағана шалды көрсетіп жатыр. Ойбай-ау деп шалға тәті қыз былай деп жатыр дейді. Менің атым тәті қыз, тәті қыздан бір дам тәтіңіз. Мен сізді жас жігіт былай деп қойсам, шал айленсіз ғой, спокойно жатыңыз деп айтады дейді. Сол жаңағы шал аң-таң, сонымен тәті қызға шал былай деп айтады дейді. Айналайын тәті қыз, қандай жақсы атыңыз. Жас жігіттермен не істеп жүргенін білмеймін, шалдан да бір дам тәтіңіз деген екен. Соғымсап алдыңа ас қойдым, ел қолды бұрыс қойдым демей, алдыңды асап, беймарал қарай беріп, беймарал істемарал деп, ендік сөз кезегі былай деп бермекшімін. Бал ара бар, бал береді шағатын ұмытпа, ит соңдан ереді қабатын ұмытпа, ат мінгенге көнеді тебетін ұмытпа, өмір бір келеді сөйлетін ұмытпа деп, өмірдің бір келетін біле отырып, мына жерде жақсы құрметті ағамыз отыр екен, ағамызға алтын тас, алтын бірақ бөлек тас, тіршілікте бірлікте қосыла берсін басқа бас деп, мына жерде Арман ағам жұбайымен кеп отыр екен. Арман ағамызға сөз кезегі. Тоқалды балақ көрмесін. Кән Арман ағам. Арман ағам. Әйге? Ансамбле, ансамбле. Гид.